мұғалімі. Өзінің Рахмет. бағдарламасын, элективті бағдарламасын бөлісетін болады. Көп рахмет сізге. Саламатсыздар ма әріптестер? Менің өзімнің авторлық бағдарламам, яғни ұлттық ойындар, соның ішінде тоғызқұмалақ, ұлттық ойын арқылы зияткерлік, ұлттық ойын арқылы зияткерлік дамуды арттыру. Бірінші ұлттық ойынға қазіргі тоқтала кететін болсақ, қазіргі таңда білім беру саласында оқушылардың логикалық ойлау, стратегиялық жоспарлау және мәселені шешу дағдыларын дамыту маңызды орын алады. Осы тұрғыда ұлттық ойындардың білім беру процесінде орны ерекше деп санаймын. Қазақ халқы сан ғасырлар бойы түрлі қиындықтарды басынан өткергендіктеріне қарамастан өз мәдениетін дамытуға көп көңіл бөліп келеді. Әсіресе терең логикалық ойлауды, тапқырлықты талап ететін интеллектуалдық ойындарды дамытуға басымдық жасады. Солардың бірі көшпелілер алгебрасы саналатын тоғызқұмалақ ойыны. Тоғызқұмалақ ойыны ұлттық ойынның дамуы мен тарауына әр тарихының кезеңінің өзіндік әсері болды. Әсіресе еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізуі тоғызқұмалақ ойынның әлемдік деңгейде таралуына мүмкіндік берді. Бұл элективті курс бағдарламасы тоғызқұмалақ ұлттық ойын арқылы зияткерлік дамытуды арттыру тақырыбында жүргізіледі. Ойынның тарихи құндылығын, ережелерін және психологиялық әсерін таныстыру арқылы оқушылардың зияткерлік қабілеттерін дамыту мақсатында ұсынылып отыр. Оның тәрбиелік мәні зор, себебі бұл ойынның адамды тек физикалық емес, сонымен қатар интеллектуалды тұрғыдан дамытады. Тоғызқұмалақ ойынның негізінде стратегиялық ойлау, логикалық есептеу және шешімді қабылдау дағдылары жатады. Ойында әрбір жүріс алдын ала ойластырылып, қарсыластың әрекетіне жауап ретінде жүзеге асырылады. Бұл қасиеттер оқушылардың зияткерлік қабілеттерін шыңдауға ықпал етеді. Ұсынылған бағдарламаны жүзеге асырудағы мақсат тоғызқұмалақ ойыны арқылы оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, стратегиялық ойлауды жетілдіру және ұлттық мәдениетке деген құрметті арттыру. Оқу бағдарламасының міндеттері, яғни 6 міндеттен қарастырдым. Бірінші, оқушылардың тоғызқұмалақ ойынның ережелері мен құрылымын меңгерту, ойынның әр түрлерін үйрету, оқушылардың логикалық ойлау, стратегиялық шешімін қабылдау және аналитикалық дағдыларын дамыту. Үшінші, тоғызқұмалақ ойыны арқылы ұлттық мәдениет пен құндылықтарға деген құрмет қалыптастыру. Жастардың зияткерлік дамуын ынталандыру, олардың қарсыласқа құрметпен әділ бәсекелестікке түсуді үйренуін қамтамасыз ету. Бесінші, ұлттық ойындар мен мәдениетті сақтау және дамыту мақсатында оқушылардың ұлттық мұраға деген жауапкершілігін тәрбиелеу. Алтыншы, әлеуметтік және тұлғалық дағдыларды жетілдіру, ынтымақтастық пен өзара құрметті қалыптастыру. Және де осы тоғызқұмалақ ойынның біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында жас ұрпаққа ұлттық құндылық пен меңгерілетін зияткерлік даму саласында жаңа мүмкіндіктер ашатын бағдарламалардың маңызы зор. Ұсынылған бағдарламалардың жүзеге асырылудағы жаңашылдығы. Оқу бағдарламасының жаңашылдығы ұлттық ойынның зияткерлік даму құралы ретінде ұсынылуында. Әдетте ұлттық ойындар дене шынықтыру немесе мәдени шара ретінде қарастырылса, тоғызқұмалақ ойынның зияткерлік ойын ретінде таныстырылуы бағдарламаның жаңашылдығын көрсетеді. Бұл ойын арқылы балалар тек физикалық емес, сондай-ақ логикалық және стратегиялық ойлау дағдыларын жетілдіреді. Оқушылардың логикалық ойлау дағдылары және де осы тоғызқұмалақ сөздігіне қысқаша ғана тоқталып өтейін. Тоғызқұмалақ тақтасы тең екі бөлікке бөлінген 18 тік отаудан және 2 көлденең қазандықтан тұратын арнаулы тақта. Құмалақ ойында пайдаланатын шар пішінді зат. Отау 9 құмалақ тақтасындағы құмалақтар орналасатын арнайы ұяшық. Қазан отау алынған құмалақтарды салынатын көлденең отау. Яғни әр отаудың өзінің жеке атаулары болады. Бірінші атау арт дегеніміз бірінші отаудың атауы, тек тұрмас екінші отаудың атауы, ат өтпес үшінші отаудың атауы, ат сыратар төртінші отаудың атауы, бел бесінші отаудың атауы, бел басар алтыншы отаудың атауы, қандық қақпан жетінші отаудың атауы, көк мойын сегізінші отаудың атауы,
маңдай 9-чы отаудың атауы болып есептелінеді. Яғни ойын барысында тұздық, атсырау, тақ сандар, жұп сандар деген терминдер кездеседі. Бұларға тоқтала кететін болсақ, тұздық дегеніміз қарсыластың жағынан ұтып алынған отау болып есептелінеді. Яғни тұздық жүру барысында ең соңғы тасың 3-ші болып тас түскен кезде тұздық алынады. Тұздық әр ойыншыға бір ғана отаудан алынады. Және де тұздық 9-чы отаулардан алынбайды. Яғни тұздықты мысалға ойыншы, бірінші ойыншы 4-ші отаудан алса, екінші ойыншы 4-ші отаудан алуға болмайды. Сонда ескерген жөн. Атсырау. Яғни атсырау термині ойын соңына қарай жүрістің таусылуы. Яғни бұл тоғызқұмалақ ойыны екі ойыншы арасында өтіп жатқанда бір ойыншының, яғни жүріс құмалақтары немесе шарлары болмаған жағдайда атсырау деп есептелінеді. Тақ сандар. Тақ сандар екі санына қалдықпен бөлінетін сандар. Яғни 3, 5, 7, 9, 11, 13 деген сандар. Яғни бұл сандарды өзінің жаңағы қазандығына салып тастарын көбейте алмайды. Жұп сандар. Жұп сандар дегеніміз екі санына қалдықсыз бөлінетін сандар. Яғни осы жұп сандар арқылы өзінің жаңағы қазандығына салу арқылы жеңіске жетеді. Ашық отау. Ашық отау дегеніміз тақ санды құмалақтар жатқан отау. Жабық отау, жұп санды құмалақтар жатқан отау. Яғни ашық отауда өзіңіздің соңғы саныңызды тастап, жабық отау жасап, сол отаудағы тастарды, яғни шарларды, құмалақтарды өзіңіздің қазандығыңызға салсаңыз болады. Табысты жүріс. Яғни табысты жүріс дегеніміз ұтысқа ие болған жүріс. Табыссыз немесе кезекті жүріс, ұтысқа ие болмаған жүріс болып есептелінеді.